Құрметті бейнеуліктер, маңғыстаулықтар, қазақ елі, бүгінгі мынау менің ұлы саяхатымда келе жатыр. Бүгін қабат келген 9 мамыр қанқұйлы үлкен екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталып жеңіспен біздің аталарымыз қатысқан жақтың жеңісімен аяқталған күнімен құттықтаймыз. Сол ұрпақтардан соғысқа қатысқан, қабырғасының астында жүрегі бүлкілдеп тұрған жаралы жалдарды көріп, солардан өрбіген ұрпақпыз. Енді осындай дәл сол сияқты дүниежүзілік, я болмаса қанқұйлы соғыс болмасын деп тілейік. Ұлы жолда келе жатып, заманымыз тыныш болсын, тыныштық орнасын әлемде. Адамдар арасында бір-бірін түсінушілік орнасын. Бізден кейін келе жатқан өз ұрпағымыз аман болсын. Ар жағындағы немерелер тек жақсы күнде өмір сүрсін. Шекаралардың арасы ашық болып, бір-бірімен әдемі араласып өмір сүретін күн тусын. Бүгін 47 шақырым жүріп, Тобус деген қаладан өтіңкіреп бар, Тобустың шетіндегі кафеге бұрылып келдік. 47 шақырым жүрдік, өте жақсы жүріс. Енді бүгін Қазақ деген елді мекенге барып тоқтайтын шығармыз. Демалып, дұрыстап, ерте шығып кетіп, 2 сағатта шекара қалады.